қазақстандық танымал актер әрі әзілкеш Дәурен Айдарқұлов желіде әсерлі жазба жариялап, барша оқырмандарынан көмек сұрады. Өнер иесі олардан өзінің 3-ші мәрте үйленуіне қатысты пікірін білгісі келді. Дәурен Айдарқұлов Instagram желісінде белсенділік танытып, екі ойлы жазбалармен жұртшылықты одан бетер қызықтырып жүр. Екінші рет ажырасып кеткен соң, өмірі қызу талқыға түскен актер бұл жолы аса әсерлі өлең жолдарымен бөлісті. Жақсы ойлар әрине көп, бірақ та басымда жоқ. Жақсы көрер адамым қасымда жоқ. Бәрін де мен жақсы көрер едім, лайықты оған менің жасымда жоқ, деп жазды Айдарқұлов. Оған қоса, белгілі әзілкеш өз оқырмандарының ойын білмек болып, оларға аса маңызды сауал жолдады. Өнер иесі қалың көпшіліктен өзінің 3-ші мәрте отбасын құруына қатысты қандай пікірде екенін сұрады. Желі қолданушыларының бұл сұраққа қатысты жауаптары әртүрлі болды. Бірі Айдарқұловты толығымен қолдап, оған тағы да үйлену керектігін айтқан, ал өзге оқырмандар болса, керісінше оның бұл ойына қарсы шығып, актерді сынның астына алды.